Алматы қаласының тұрғыны көтіне қарамай бассейнде жүземін деп бір өлімнен аман қалды. Абырой болғанда бассейн күзетшісі дереу көмекке келіп, бейшара сорлыны аман алып қалған. Оқиға орнынан тілшіміз. Ойбай япты кедік, бір өлімнен аман қалдым кәдімгідей ше. Бат барат, батып атып кәдімгідей. Бір жағына ту кредиттерден құтылдым-ау деп қоям. Бір жағына машинаға полный вақ бензин құйып қойғанмын ғой бүгін. Соң қимай баратым. Бір жағына каши бессмертиемнен құтылдым-ау деп қуанам. Бір жағынан биыл түріктердің кездесуі 40 жылдық қой бізде. Оның ақшасын беріп қойғам. Оң қимай баратырмын. Сөйтіп жатқанда есімнен талқаппын. Есім жинасам, мына охранник тұр деп бетіне ұрып жатыр ғой. Қалай тірілтіп алған білмеймін. Риза болдым бірақ, молодец. Қалай құтқарып алса да, мына бауырыма мыңда бір алғысымды айтам, япышымайтшы. Ешқандай да алғыс керек емес, бұл біздің жұмысымыз ғой. Алдында YouTube'дан искусственный дыхание жасауды көріп алғанмын ғой. Искусственный дыхание? Соны қолдандым, енді армандап жүредім, бір жас қыздар батып кетіп баратса екен деп. Бірақ енді бұндай жағдайда қарамайсың ғой, кім батып бара жатқанына. Вообще бұндай жағдай болмас үшін Ұзынағаштағы Шың Арена деген спорт комплекске баруға кеңес беремін. Өткен ол жерде олимпийский стандартқа сай бассейн бар, тренажерный зал, күрес залы бар. Сол жерге барып мықты тренер мамандармен жүзіп үйренсеңіздер болады. Скоро уже ашылады, предпродажамен арзан кезінде абоненттерін алып алыңыздар. Ал енді мен жаңа көрсетейін, ағама қалай искусственный айтпа, Балауса Бассейнова, Салауса Сасейнова, ПТК арнасы.